Армысыздар, құрметті көрермендер. Өсек-емес бағдарламасының жаңа форматтағы жаңа маусымын бастаймыз. Бүгінгі бағдарламаның алғашқы қонағы белгілі ақын Бағдәулет Арыстан. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңілге жақсы, керемет. Сұхбатты бастамас бұрын екі нәрсемен келісіп алайық. Бірінші нәрсе, сіз қалай ыңғайлы? Өзіңе ыңғайлысын айта бер. Екінші нәрсе, қазір сіздерге көп сұрақтар қойды. Сол сұрақтың барлығына шынайы жауап бересіз, және ешқайсысынан бас тартпайсыз. Болды, өз шынайы жауап беретін айда кездесіп отырық қой. Ендеше сұхбатты бастайық. Бір сұхбатыңызда айтқан сөзіңіз бар еді. Өлең жазған кезде де киесі болса екен дейсің ғой. Әр нәрсенің иесі болу керек қой. Біреуге арнағың келеді, оның түр-тұлғасын көз алдыңа елестетесің. Сол адам қасында отырғандай жазасың кей кезде деген екенсіз. Жалпы сіздің көптеген әндеріңіз, хит әндеріңіз көп. Соның бірі мысалы жүректесің әні, жүректесің өлеңі. Жалпы осы өлең кімге арналған, кімнің түр-тұлғасын елестетіп отырсыз? Есімін айтпай-ақ қойын, бірақ Түркістанның қызына арналған. Өзім ең алғашқы өзім ғашық болған, ақынның тілімен айтқанда музама арналған. Әлі де соған арналған осы уақытқа дейін әндер шыққан. Тағы да арналатын шығар, Құдай қаласа, ол жағын білмеймін өзімді. Үйленген деген ыңғайсыз екен, көп нәрсені ашып айтамайсың. Айтса айтатын кез болады, бір жарылып бір күн тағы айтармын. Жүректесің екінші бөлімін жаздыңыз. Иә, жүректесің екінші бөлім, үшінші бөлімінде жазғам. Үшінші бөлім бірақ таратуға болмайтын болып қалды. Қателіктер кеткен екен. Екімен тоқтайды сол. Сол басқа қыздарға арнап жазылған өлеңдерден қазіргі әйеліңіз қызғанбай ма? Мен бір қуанатын осы жеріне келгенде қуанам. Құдай осындай әйел берген екен. Ол қызғанған бай тұрсын, ол қызығып оқиды. Қайта мен бұрынғы музама арнаған өлеңіме менің осы келіншегім қызығып оқиды. Бірақ енді бір нәрсені қазбалай берудің де қажеті жоқ. Жан-жақты болған дұрыс. Тек қана махаббатты мен осы махаббат тақырыбында өлеңім өткеннен кейін негізі көбінесе махаббат тақырыбында кетіп қалғам. Былай басқа да өлеңдер жаза аламыз, басқа тақырыпта да. Енді бұл ары кетсе енді бір 2-3 жылға дейін созылатын шығар бұл тақырып. Одан кейін елге, жерге пайдасы тиетін, өсіп келатқан іні бауырларға, қарындастарға пайдасы тиетін өлең жазуға кірісеміз. Бұл жастықтың жалыны деп білсін. Ең алғаш эстрадаға жұлдыздардың әніне мәтін жазуды 17 жасыңызда бастаған екенсіз. До-мажор тобының қайдасың әні. Жалпы сол 17 жаста жазылған өлең балалықпен жазылған шала өлең емес пе? Әрине ол алғашқы өлең болғаннан кейін бірден қате болады. Жалпы әлі толық ой санамыздың өзі толық жетілмегені, қазіргі ойлағанымыз ол кезде ойлай алмағанымыз ғой. Ал енді ол әнді қазір жазсақ бөлек жазған болармыз. Бірақ және де ол жерде бір айта кетейін осы нәрсені. Ол жерде эфирдің қателігі. Негізі қайдасың деген ән емес, басқа сезімге амал бар ма деген ән жазғам. Ол кезде До-мажорға емес, Роман Майғазиевтің өзіне жазғам. Одан бері қанша жыл өтті. Өз сол ең алғашқы әнім 17 жасымда бастап осы уақытқа дейін біраз ән жазып тастадым ғой. Бірақ енді бұл жерде айтайын деп отқан бұрынғы жазған әндерімді қазір өзімнің жаздым деген әндерім қатарына кіргізген емеспін ол әндерді. Осы 2-3 жылдың көлемінде жазған әндерді ғана реттедім де, бұрынғы жазған әндерімді параққа да, кітапқа да түсірген жоқпын ешқайсысына. Ұялам. Ұнамай ма өзіңізге? Иә, бұрынғы өлеңдер ұнамайды. Қазіргі кезде де қате жазған өлеңдерім бар. Оларды бұрынғы кезде негізі халық ән деген менің ойымша, енді бүкіл халық жиналып отырып бір ән жазбаған ғой. Сол халық ән деген ол біреудің авторлық әні, ол өзі автордың өзі бас тартады. Сол сияқты біздің де біраз өлеңдеріміз халық ән болып кетуі мүмкін, бас тартып. Осы уақытқа дейін 150-ден астам әннің сөзін жазған екенсіз. Одан көп па? Ол 2015-тегі сұхбатымдағын көріп айтып отырсың ғой. Қазір кеше мен жақында кітап шығарайын деп отырмын, Алла қаласа. Сөйтіп өзімнің қара өлеңдерімді бөлек, әнге жазған өлеңдерімді бөлек реттедім. 300-ден астам әнге сөз жазып қойыппын. Соң енді болады дегендерін реттегенде 150-ін алып тастадым ғой. Жартысын алып тастадым, жартысы қалды. Жартысы ұнамады. Ішінде Wi-Fi, шудың бойында деген сияқты кішкене жастықпен жазған өлеңдер болды. Оларды кітапқа кіргізе алмайсың, олар ән ретінде қала берсін дедім. Былай соңғы жазып жатқан жақсы өлеңдер бар ғой. Кішкене пайдасы тиетін, ойландыратын. Сонда өлеңдерімді алып қалдым. Қара өлеңмен қоса. Сол 17 жаста жазған әніңіз тапсырыспен жазылған ба, әлде өзіңіз жазып, одан кейін сол Роман Майғазиев сізден алынып сұрап? Жоқ, тапсырыспен жазылған. Романның өзі келіп
мен ана айтысқа қатысып жүрдім ғой баяғыда. Сөйтсе ақындығың бар, айтыста жүрсің, әнге сөз жазып көрсейші дегенде мен өзімнің қызығушылығым сондай болатын. Мен ешқандай әншілермен араласпай тұрып, шетелдің ән кезінде «Белалым» деген әндердің қазақшасын өзім жазып, өзім айтып жүретін. Мен әнші боламын, актер боламын деп ойлайтын тұғым, екеуі де болмадым. Ол романның өтініші бойынша жазылған, өкінбеймін бірақ. Сонан сол өлеңді қалай жаздым? Артынан бір 2-3 әннен кейін Меломен тобына жаздым. Сол Меломен тобы ел білетін топ болғаннан кейін сол арқылы әншілер келіп, осылай әндердің авторы болып отырмыз ғой, дәстүр шүкір болса. Актер болғым келді дедіңіз. Қазіргі уақытта сол актерлыққа бет тұрып жатсыз ба? Өйткені кітап ойындарына шығып жатсыз. Мен негізі түбі актерлыққа кететін сияқтымын өзімнің ойым. Бірақ енді қазіргі қолда барда қолыншынан бастап қолымнан келген жасай берейін. Қаншалықты дәрежеге жететінімді өзім де білмеймін. Бірақ өзімнің пайымдауымша біраз жерге баруым керек, Алла қаласа. Сол осы тірліктерімді бір 30 жасқа дейін бітіріп алсам, 30-дан ары қарай сол актерлық кино саласына кетсем ба деген ойым бар, режиссерлық. Ол да қолдан келеді. Жалпы адам баласын үйренсе бәрі қолынан келеді екен негізі. Сол 2015 жылғы берген сұхбатыңызда ол керек. 30 күнде 60 әнге мәтін жаздым деген едіңіз. Яғни күніне 2 әнге мәтін жазған дегенсіз. Жалпы күн сайын солай тез жылдам ән жазу мәтіннің сапасын құртып жібермей ме? Мойындай салу керек, құртады. Миымыз, компьютеріміз. Бір айда сапалы 3 ән жазған артық, негіз сапасыз 30 ән жазғаннан. Бірақ енді көңілге қарайсың ғой, бәрімен араласасың, әншілердің бәрімен араласасың, жазып берші деп кеп тұрған адамға олар дұрыс түсінбейді ғой. Шабыт жоқ, жаза алмаймын, бір түрлі шығып қалады десең, олар жазып бергісі келмей тұр деп ойлайды. Содан кейін келеді, өзім көңілге қатты қараймын. Ешқайсының бетін қайтарғым келмейді, осы уақытқа дейін қанша әншілерге өлең жазып жатырмын. Біреуінен қаламақым деп, мынандай деп тиын сұраған емеспін. Өзім үшін жазам өлеңді. Ал бірақ сол кездегі 60 ән деген рас, өз адамда дәуір деген болады деген, бір сондай дәуірімнің жүрген кезі болды. Әншілердің. Ол кезде ол 60 ән деп отқам, ол кезде тек танымал әншілер келді. Ал танымал әншілер келіп тұрған екен, маған өзіме де қызық болды да, ешқайсына қараған жоқпын, сапасыз ба, сапалы ма, бастысы жазып бітіру керек болды. Жазып бердім. Бұл 60 әннің ары кетсе бір 4-5-еуі хит болған шығар, қалғандар қалды ғой. Сондай ғой өмірде. Қандай әншілер бар, қандай әндер жазылды ол кезде? Ол кездерде Қанатым Бөтіп деген әншінің әндерін жазып жүрген кезім. Жолдасбек бауырымыздың сол кезде негіз көп әніне сөз жаздым. Әндер ұнап жаздым. Негіз әнін ұнап жазған ол бөлек бәрібір. Кейбір кезде әнді ұнатып өзің үшін жазасың. Кейде әнші үшін жазатын кез болады. Әнші үшін жазатын кез кейде сәт шығып кетеді, бірақ көбінесе мықты шыға бермейді. Ал өзің үшін жазған әнде қатты бір мағынасы, қатты бір таңғалдыратын болмаса да, ең басты жүрек болады. Жүрекпен жазыласың. Жақсы көрем, ондай әндерге сөз жазған. Сол кездерде көбінесе жазған осы Жолдасбек, Қанатым Бөтіп, Әбжаппар, соларға жазып жүрдім 2015-те. 2017-тен бастап қатты атақтыларға жаза бастадық. Ол кезде өзіміздің достарымыздың арасында жаздық. Сол 30 күннің ішінде жазған 60 әннің бір-біріне ұқсастары көп болды ма? Тіркестер ұқсап кеткен жерлер, ұйқастар ұқсап кеткен кездер. Негізі болды, иә. Тіпті 2 әнге бір сөз жазылғандар да болды, негізі. Мысалы, Ұлықпан ағамыздың бір әніне бір сөз жаздым да, сөз өзіме ұнап қалып еді. Кейін Диета тобының жігіттері маған әзілдеп, Ұлықпан аға ана сөзіңді жаратпады дегеннен кейін тағы бір әнші келген кезде сол сөз есіме түсіп, анаң әніне де саппа дене келіп тұр. Соның әніне түсірдім. Сөйтсем, мына жақтан ол ән шықты, мына жақтан мына ән де шықты. Сөйтіп бір сөз 2 әнде шығып қалды, бірақ әуендері әртүрлі, мағына сөздері бір. Өзіңіздің әндеріңізді фильтрдан өткізіп отыра дегенсіз, қатесін тауып, ал өзге әндердің мәтінін қадағалап отырасыз ба? Тексеріп, мына жер дұрыс емес болды ғой деген секілді ойлар болады? Міндетті түрде. Ол кез келген ақында болады. Жоқ дегенде қайта мына жерін былай өзгерту керек еді деген, ол кез келген ақынның әрқайсысының ойы әртүрлі ғой. Бірақ мысалы мен Ринат Зайытовтың, Қайнар Алгөзовтың сөздерін әңгіме айта алмаймын. Бірақ өзімнің ойымды айта аламын. Мына жерін биткенде ғой, мына жерін сөйткенде ғой деген сияқты. Ал былай бәрінің өзінің жүрегі бар, өзінің қолтаңбасы бар. Почеркісі дейді, өзінің почеркісі бар. Онда ешкімнің қатесін түзеп, мына қате жазып дейтін шаруам жоқ. Былай бүйту керек еді деген бір ой тастайын болды.
басқасы. Жақында Байлер деген ақын шықты. Естігендер. Баян Мақсатқызының кешен тобымен Байлер бірігіп Ешкере деп өлең айтты. Соның мәтінін оқып берсем, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз сол туралы. Еңбек етсең емерсің, бірақтан да кешуді емес, бәріне керегі хайп маңызды емес. Маңызды тыңдармандар, фандарға толы дала, маңызды сендерді тербету, маңызды сахна. Айыр, Джордан, Найк, кешу уайымдамайды, әрдайым Black Fresh, ақша келіп-кеч, өкпелемеш, өртеніш, бұл біздің кеш, өмір шешпеш, бұл баянның қыздары давай жолдармен кеш. Жалпы бұндай мәтіндер көбейіп кетті қазір эстрадада. Бұл тек кешер тобында емес, одан бөлек 91 тобы бар, Зируза деген әнші бар, одан бөлек әншілер көп. Осы әндердің мәтіні жалпы Ақниетте көзқарасыңыз қандай? Енді оған қазір бірдеңе деп ауыр нәрсе айтсаң, жастар талабы деп шығады, заманауи деп шығады. Дұрыс емес, менің көзқарасымда. Шын десем, өзімді бір жұлдыз санап өзімше оқып қалған емес, Байлар деген танымайды екен, байлар ма, байлар. Бірақ сол кешью тобымен дегенді естідім мен. Бірақ ол әнді де тыңдамайды екен, мен кешьюді де тыңдамаймын. Біздің тыңдайтын орта, біздің жүретін орта бөлек қой. Жалпы, олай жазатындарға. Оған да бір күн бір жауап жазамыз ғой өлеңде, ондайларға да. Оған да уақыт келеді ғой, бәрі бірте келеді. Жалпы олай. Енді қатты жаңағыдай хайп, бірдеңке деген сөздерді қосудың керегі жоқ сияқты әнге. Болады енді, жеңіл сөз қосуға болады, заманауи деп. Мен де оның мынандай да бұл сөзін әңгіме айтайын десем, менде де бар енді, көңілге қарап жазған. Енді айналып келген кезде бұл жерде негізі ән жазу, өлең жазу деген өсіп жатқан жастар тәрбиелеу мақсатында жазылған дұрыс та. Бұндай өлеңдер тәрбиелеу мақсатында емес, хит үшін жазылып жатқандар ғой. Қазір не хит, осындай хит, амал жоқ бізде. Хит осын деп отыр деп жазып қаламыз кейде. Көңілге қарап. Бірақ мына жағынан мынандай жазып отқаннан кейін, мына жағынан тамаша дүние шығарып отыру керек та. Енді бұлар бұндай нәрсе жазды ма, хайп деп, мына жағынан тәуір бір нәрсе жазсын. Мынандай әні де бар ғой деп айтатын. Айналысып келіп кіріп кетуге де болмайды да бірдеңе темаға. Жаңа өзіңіз бір сөзіңіз айттыңыз, кезінде айтыспен айналыстым деп. Сол кезде субсомалық қасиетті әлім келген бар ма? Аллаға шүкір бар. Қазір бір тексеріп көрсек, біздің осы өсек емес бағдарламасына арнап бір шумақ болсын, екі шумақ болсын, шабытыңыздың шапқанынша бір айтып көрсеңіз. Өсек емес бағдарламасына. Өлең деген бір сәтте ойымда тұратын еді. Әрбір ақын суырып сап, әр сөзін құратын еді. Біреулерге өлең жазу бір ақырет. Не болса да шабытымды тексеретін өсек емес бағдарламаға рахмет. Осы аяқтайық. Рахмет. Қазір енді бір айдарға кезек берсек, карта деп аталады. Картаны білесіз бе? Алтылық білемін. Алтылық білсеңіз болды. Сол картадағы мен картаны айтам. Сіз сол қазіргі қоғамдағы адамдардың ішінде соларды айтып көрсеңіз. Картадағы балетті кім деп айта аласыз қазіргі қоғамда? Ернар Айдар сияқты. Әншілермен салыстырғанда ма? Ернар Айдар сияқты балет. Дама? Дама, енді 4 дама бар ғой. Дама мен үшін Меруерт Түсіпбаева сияқты. Король? Король Қайрат мен үшін. Ал? Тұз Мейрамбек Тоқтар ағалар ғой. Ал осы эстраданың ішіндегі алтылықтарды кім деп айтасыз? Қанаты енді күтіп келе жатқан, енді өсіп келе жатқан. Алтылықтар деп. Уақыт өте келе көздер болып, ұстарды баса алады деп айтылады. Онда жағынан осы өзім достарым, Әбжаппар, Нұрболат Абдуллин, болашақ король болатындар деп ойлаймын осылар. Дәл қазіргі қоғамдағы топ 3 ақын атап берсеңіз өзіңіз үшін. Топ 3 ақын. Қайнар Алагөзов, Мұқағали Кенжетайұлы, Ершат Қайболдин. Ал топ 3 әнші. Қайрат Нұртас, Еркін Нұржанов, Нұржан Керменбаев. Біз мысалға кезіндегі абайлардың
мағжандардың қандай өмір сүргенін білеміз, сол кездегі ақындардың. Бірақ бір қызық нәрсе, қазіргі кездегі ақындар қалай өмір сүріп жатқанда, қандай жағдайда. Сіздің айлық табысыңыз қанша? Баяғыда Нұрлан Еспановқа осыны сұхбат қойып, табысыңыз қанша десе айтпай-ақ қоямын, біреулер атып кетер деген екен. Енді біз мынандай жерден аламыз деп отқан айлық жоқ бізде. Мемлекеттен алып отқан айлық жоқ. Бізді асырап отқан қарапайым халық. Солардың өнерімізді көрсетеміз, еңбек ақымызды береді. Енді әр айда әртүрлі. Бір айда айына 300-400 мың тауып қаламыз, кейде 500 мың, кейде миллион тауып қаламыз, кейде 2 миллион, кейде ол дөкей ағалардың ортасына кіріп кетіп, бір отырғанда миллион тауып шығасын. Жаңа айтыспен өлең арнап. Ол біздікі мынандай нақты жоқ. Бірақ сол сеніп алатын ақшамыз сол авторлық қоғамнан аламыз өзіміздің еңбек ақымызды. Абылай мынандай түседі деп нақты сенімді отыратын мындай табыс жоқ бізде. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, әншілерден жазып берген мәтіннің ақша сұрамай, өздері бергенін береді. Сол өзіңіздің осы 17 жасқа бері қазіргі күнге дейін жазған әншілеріңіздің ішінде ең жомарты кім? Ең жомарты. Маған олай ешкім жомарттығын көрсеткен жоқ. Бірақ ең көп алғаным осы Қайрат Нұртастың әнін жазғаннан алдым ғой. Негізі Қайраттан да былай алмаймын ғой, негізі өзі бүйтіп деп мамасы берген, Қайраттың өзінен алмаймын. Жалпы бәрімен араласам ғой, олардың бәрі менің тойыма келіп жатады, туысқандарын тойына шақырам, бәрі тегін келіп жатады, мен олардан қалай ақша алып жатырмын. Ойларда біздің расчетымыз тойман болып кетеді көбінесе. Өлең жазып беремін, олар тойға кіріп береді деген сияқты. Жасыратын ештеңе жоқ, шынайы деген екен, бәрі шынайы жауап беріп жатырмын. Білсін, көріп жатқан көрермендер білсін, не керек екенін білсін. Жалпы бұндай сұхбатта негізі көп нәрсе айтқым келеді, өзім ойымда, санамда жүрген. Бірақ оған да әрқайсының бір өзінің уақыты бар ғой, уақыты келер. Бұл бағдарламаға тағы бір келу керек болып тұр ғой маған негізі. Дайындалып бұлай ұйқысырау емес, ұйқын қандырып арнайы. Оразада емес, ауыз ашық кезде солай келу керек болып тұр ғой. Ең жомарт әнші Қайрат Нұртас болса, ең арзан мәтін алатын. Ақан отын шейіп десең. Шудың бойында. Қандай сөз жазып берем, студияға барады да сөзімді басқаша орындап шығады. Осындай жарайды, бірақ енді әзіл ғой. Өте қарапайым, ақ көңіл жігіт, бірақ ол жағын өзі де мойындайды. Ондай әнге, сөзге тіпті мынау телефонның өзінде, инстаграмдарын көрсең де жазамайды жазып. WhatsApp'та жазған кезде айтам, мен маған жазбашы, сен немен жіберсің, дейді, мен жазғанын түсінбеймін бәрібір де. Мен бағдарламаның тұрақты сұрақтарына кезек берейік. Өзіңізді екі ауыз сөзбен кім деп суреттейсіз? Өзімді бәріне сенгіш, ақ көңіл адам деп есептеймін. Ал сол бәріне сенгіш, ақ көңіл адам күнделікті теледидардан не көреді? Шын десем, теледидар көрмейді екенмін. Теледидар көретінде үйде болмаймыз. Бірақ теледидарда болып жатқан жағдайларда интернет арқылы көреміз. Телефонда қазір бәрі бар. Бірақ телевизор көріп жататын ондай уақыт жоқ. Бас бос емес. Жасыңыз біразға келген жоқ, әлі жассыз, бірақ сондай бір сұрақ көрейік, өзіңіздің жеке ойыңызды айтсаңыз, дәл қазіргі қоғамдағы қазақтарға қандай қасиет жетіспейді? Көп нәрсе жетіспейтін сияқты маған. Бізде кішкене адамдардың танымайтын адамдарда бір-бірімен амандасса деймін да, танымайтын қазақтарда көшеде көргенде. Тым болмаса, қолынамаса да ассалаумағалейкум деп өтсе, ол сәлем түзелмей, әлем түзелмейді дейді. Бірінші осы сәлемімізді түзеп алайық, қалғанын түзеле береді. Дүниеден өтуімізге 2 сағат уақыт қалып десе, не істедіңіз? Осыға камераның алдына отырып, ішімде айтқым келген нәрсе бәрін айтып, содан кейін құлшылықта кетіп ғой, әрбір мұсылманның арманы. Бәрін осылай экранға айтып, еліме пайдасы тиетін, жүрегін тесіп өтетіндей сөздерді Алла аузыма салып, соны айтып, арғай мешітке тартып кетіп өліп кетсем арман жоқ. Қазір кезекті айдарға кезек берейік, тағы да. Я жоқ деп аталады. Қазір сізге бірнеше сұрақ қоямын, соған я немесе жоқ деп қойған қайтып. Өзіңізге жиі есеп бересіз? Өзіңізге жиі есеп бересіз? Иә. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқасыз ба? Иә.
зерігуге ішіңіз сол уақытта? Иә, болады. Мақтаған жақсы емес? Бұрын жақсы көретін, қазір жақсы көрмеймін. Мақтанғанды ше? Мақтанғанды асыра емес, өз орнымен үлгі болсын деп мақтанғанды жақсы көремін. Мен былай істеп жатырмын, сен де солай істеші деген оймен жақсы көремін. Жаңа айтыспен айналыссаңыз айттыңыз. Сол сіздің кезіңіздегі айтыспен дәл қазіргі уақытта айтысыңызда айырмашылық бар? Маған негізі қазіргі айтыс мықты, бұрынғы айтысқа қарағанда. Өйткені қазір тақырып көп, қозғайтын әңгіме көп. Жалпы қазіргі жас ақындар шапшаң, жүйрік, жалпы пысық қазіргі жас ақындар. Сол елбасымен кездессеңіз не туралы әңгіме қозғайтыныңыз? Барлығына шүкір деп бастайтын әңгімемді. Осыны жақында ғана ойландым, ертең 6 шілде патшамыздың алдына барып қалуымыз мүмкін. Жолдасбек екеуміз елбасының анасы деген ән жаздық, осы жақында енді тыңдайды, Алла қаласа. Сол кезде мен әкем мен анам жайлы тілек айтқызып, сол патшаның рахметін ата-анама естірту менің арманым. Ал ойбай, мынандай дейтін ештеңе жоқ. Негізі шүкірлікпен қарасақ, бәріміз бақытты өмір сүріп жатырмыз ғой. Байлықты патшадан емес, Алладан сұрау керек екеніне кеңес беремін адамдарға. Бұл түсінген адамға бұл негізі бұл сөздің жаны бар. Байлықты, бақытты патшадан емес, Алладан сұрайықшы. Елбасымен кездескенде не айтқыңыз келетінін білдік. Енді дүниеден озып кеткен кезіндегі қазақтың қоғам қайраткерлері, алаш зиялылары болсын, сол азаматтардың ішінен кіммен кездессеңіз керек? Және сол кездескен адаммен не туралы әңгіме айтқыңыз келеді? Ақындардың бәрін қосқанда ма? Мен өзім Мұқағали Мақатаевты оқып өстім. Егер тірілі болса, мен Мұқағалимен кездескім келетін еді. Неге мұншалықты не болды екен түсінгім келеді, білгім келеді. Сол Мұқағалимен кездескен кезде, оған егер Мұқағали сізден бір өлеңді оқып берсе, қай өлеңді оқып бересіз? Жүректесінді оқып берер едім. Сол жүректесінді бір 8 оқып берсеңіз. Көрінбейді, көріктім көзің мүлде, сен ойға алып айтылар сөзім бірде. Сен есімнен шығарам деп жүргенде, есім шығып кетіпті өзімнің де. Неше жазбен күзетті, неше көктем, күндерімді аңсаймын кеше өткен. Әл есімде, ақпанда біз екеуміз әппақ қарды саялап төсек еткен. Есіңде ме, көп еді арманымыз, аққала, шырша болған жан-жағымыз. Сен сол күннің барлығын ұмыттың ба, телефонмен атушы таңдарымыз. Сен менің жүрегімнің жүрегісің, жүрегімді сағынтып жүремісің. Мен саған қаншам өлең арнап едім, тым болмаса біреуін білемісің. Соңғы рет сені көріп үлгерем бе, басқаға ілесіпсің жүр дегенге. Қай күні тұрмыс құрып ұзатылып, қай күні ана болдың білмегемде. Сезім басты қайғыға алып тықты, бір пысық жан өзіңді тауып күтті. 12 айды баяндап отырғанда 12 тал темекім жанып бітті. Осылай ғашық болған бір аруға, әлім жетпей есімнен шығаруға. Жылуын жүрегімнің сезін алмай сұлуын кезіктірген сыңарында. Менің ғана жүрегім қайғалыпты, ол бақыттан көңілі жайланыпты. Кеше ғана кеш батса шықпайтын қыз отбасы бар әйелге айналыпты. Өмір ғой, өтер артқа бір қарамай, келбеті де көркем тұнған арай. Тағы да туған күні жақындады, мұңға батып отырмын мұңдан алмай. Ұзатылды, естідім жыламайды, сезем ол әлі мені кінәлайды. Біз екеуміз көктемде қоштасқанбыз, сондықтан маған көктем ұнамайды. Жұбатушы бір жанның керегін ай, өзімді қинай берем неге бұлай. Бағаламайтын қызға арналатын, ей менің қор болып кеткен өлеңім ай. Ұзақты қысқаша оқи берем. Тағы бір нәрсе, сол мәтіннің ішіндегі ұзатылды, естідім жыламайды дейсіз. Сонда ол сіз ғашық болған қыз, сіздің ұзаңыз сізді тастап ұзатылып кетті ме, қалай? Бұл қызық әңгіме негізі. Айтып берсеңіз. Мен бұл ғашық болған қызыммен ең алғаш негізі ол да ақын қыз еді. Айтыста жолыққанбыз. Айтыста көріп, екеуміз финалға шығып, сол кезде ұнатып қалып 3 жыл іздегем. 3 жылдың 2 жылында жыл сайын жарыста көріп қаламда, ол кезде баламыз, телефон ұстамаймыз. Соңғы рет көргенде телефон алып қалып,
2010 жылы 18 жасымда. Соған өлеңдер жазып жүрдім, ешқандай ән жазбай жүрген кезде. Кейін Алматыда кездесіп жүрдік, Казгуда оқыды. Мен көп өлеңдерім сол Казгуға қарап жазғам. Негізі өзім кінәлі. Өзім тастап кеткенмін негізі. Сондағы бар ойым жақсы көретін біліп тастап кеттім. Мен ол кезде сол қызбен жүріп жүргенде мен болашағымды ойлап тастап кеттім. Себебі мен ол қызға маған үйленуге болмайды. Онда рола сондай емес. Өзімнің сол кезде түсінігім. Мен бұны тастап кетсем мен қайғырам. Мен мұңаям, менен сол кезде күшті өлең шығады. Егер мен ол қызды тастап кетпегенде бұнда жүректесің деген өлеңді халық естімеген болар еді. Мен ол қызға үлкен алғысымды айтам. Шынымды айтсам, мен ақын болам деген ой болмайтын менде. Қанымда бар, білем ақындық. Бірақ менің ойым актерство, кино сол жағына кетем деп ойлағам. Сол қызға, бір қыз үшін осы ақындық әлеміне келдім деп айтуы да ауыр. Бірақ себепкер болды сол қыз ақындық әлеміне келуіме. Қазіргі жұбайыңыз жайлы, отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз, ешкім біле бермейді бұл нәрсе туралы. Негізі сол жұбайым жайлы, отбасым жайлы көпті айта бергім келмейді. Еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі болғаннан кейін, үйде шеге болып қағылып тұрған дұрыс. Мен мамам жұмыс істемей өткен, әкем жұмыс істетпеген, өзім асыраймын деп. Әкем өзі ақ жеткізді. Мен қиындық көрмей өскен балам. Ол қиындық көрмей өскен адам екен, өлеңдерінен де білуге болады. Көбісі өлеңдерін оқып ойлайды екен, өмірден түңіліп кеткен адам деп. Мен өмірден түңіліп кететін кезім болады, бірақ ол жоқшылықпен түңілмеген мен. Мен адамдардың осылай өзгеріп жатқанынан, мейірімсіз адам көргенімнен, түсінігі жоқ жастар көргенімнен, кейбір сұхбаттарымда айтам, мысалы Димаш Құдайберген, өзімнен кейін жастарға қараймын да қызығам да, күйем. Менен кішкентай балдар әлемге әйгілі болып жатыр, ата-анасын қуантып жатыр, жұмыс істеп жатыр. 20 жастағы балдар үй салып жатыр. Ана футболист бауырларым бар, Еркебұлан Сейдахмет деген жас балдарды көремін да, не деген деп қызығамдан. Бірақ 30-дағы, 40-дағы болмайтын әңгіме айтып отқан ағаларды болып шүкірлік етіп кетемін. Шүкір деп. Жаңа айтып жатсыз, қоғамды көріп, сол туралы өлеңдер жазамын деп. Қыздар туралы да, махаббат туралы да өлең көп жазасыз. Жалпы қазіргі қоғамда қыздарға қандай қасиет жетіспейді? Олардың кемшілік тұсын айтады. Қыздар жайлы айтсам, мен кішкене сабырымды ұстай алмай қалып ауыр айтып жіберуім мүмкін. Бірақ менің де анам бар, қарындасым бар, әйелім бар, 2 қыз өсіріп келе жатырмын. Қазіргі қыздарды да қатты кінәлаудың қажеті жоқ. Негізі түбіне қарау керек әр нәрсені. Түбіне келгенде тәрбиесі ғой. Мен ашық-шашық жүрген қызды көрем ба? Мен оның үйінде басқаратын еркегі жоқ екенін білемін. Ол үйде яғни әйелі басқарады. Қазақта сөз бар, қатын басқарған ел қараң қалады дейді. Ол кейбір әйелдер, көп әйелдерге қыздарға айтатын, қыздар да болашақ ана ғой. Еркекке еркіндік беру керек. Мен де әйелім бірінші үйленгенде деген. Сосын кейін 2 жылдай күресіп, орнына қойдым ғой. Жасырайтын ештеңесі жоқ, кез келген отбасында болады. Мен бәрін ашылып айтқым келеді. Сосын кейбір таксистерге ешкім қайда болған бөлек әңгіме ғой. Бұл айтатын десем, дүние көп, мен айтқым келетін. Кейде отырып 2 сағат сөйлеп кететін бар. Қыздарға айтарым, ерін сыйлаған әйел ол ешқашан жаман болмайды. Жалпы қызды балдарға айтатын, әрбір қазақтың жігіттерін сыйласа қорғаным деп. Сондай қорған деген көзбен қараса, тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегендей, өздері жақсы оймен аға деп тұрған қызға қалай жаман ой болады. Сол сияқты еркек бұзылса, отбасы бұзылады дейді. Әйелі бұзылса, ұлт бұзылады дейді. Сондықтан да бірінші осы қыздарымыздан бастау керек тәрбиені. Әрбір қазақтың жігіті, біздің жігіттердің өзі де кінәлі, әрбір кеп тұрған қызға иманың күшті болып, ақылыңды айтып жүретін болсаң, бір қызды түзей алатын болсаң, бір қызды түзеген жігіттің қолынан 1000 қызды түзеу келеді. Бір адамды түзете алған адам 1000 адамды түзете алады. Бәрі өзіміздің қолымызда. Жалпы бірлік керек қой.
қызға да, жігітке де, ұлға да, қарындастарымызға бәрін айтатынымыз. Бізде шын айтсам мына заманда, баршылық заманда өмір сүргеннің бір қиыншылығы, бұрын жоқшылық заман болған кезде адамдар бір-біріне деген бауырға, қазір баршылық заман, қазір туысқанымызға қарағанда телефоны жақын, бауырымызға қарағанда айдаладағы интернетте отырған біреу жақын, өзіміздің інілерімізге қарағанда инстаграмда отырған подписчиктеріміз жақын, былайша айтқанда. Мысалы инстаграмда адамдармен жақсы сөйлесесің, комментариямен қырылып атады бір-бірімен, рахат, туысқаныңмен сөйлеспейсің. Сондықтан да тыңдау деген нәрсені білген дұрыс қой. Бір-бірімізді тыңдасақ, тыңдап отырып, мысалы осы сұхбатымды көріп отырып бүйтіп айтулары мүмкін бір адамдар. Не ақылды отыр. Жасы 25-ке келіп, көп өмір сүріп адам болып отыр деп. Қазақта сөз бар, көп өмір сүргеннен сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Біз өнер адам, әсіресе ақын дегендер 25 жасқа дейін көретін нәрсеміздің біразын көріп тастайды екенбіз. Өйткені біз бәрімен араласамыз. Біз жақсымен де араласамыз, біз жаманмен де араласамыз, біз баймен де араласамыз, кедеймен де араласамыз, доғдырмен де араласамыз, милициямен де араласамыз, бандитпен де араласамыз, жасыратын несі бар, таксистпен де араласамыз, әкімдермен де араласамыз, футболисттермен де араласамыз, әншілермен, бәрімен араласамыз біз. Содан кейін ол адамның ой өрісі, ол үлкен ортаға түскен кезде бар өседі. Ол анау Көпен Әмірбек атам бірінші өлең шығарғанымды көргенде айтқан, осы до мажор деген есіме түсіп отыр. Әкем сұрады, өнерін көрсетші, суырса өлең арнап жатырмын, айтыс көрсетіп жатырмын, сөйлеп жатырмын. Әкем Көпен атамның қалай балам деген кезде бір құдықтың ішінде бір құрбақа өмір сүріпті. Бір күні кенет жел болып, теңіздің құрбақасы желмен ұшып кеп, құдықтың ішіне түсіп кетті де, құдықтың ішінде құрбақамен тіл табысып, құдықтың ішінде құрбақа жүріп, қақтан келдің деп. Мен теңізден келдім депті. Сөйтсе құрбақа құдықтың ішінде тұрып, суды төртке бөліп, теңіз деген қандай, мынандай бола ма деген ғой. Сол сияқты біздің көп жастарды құдықтан шығару керек. Мен де құдықта болғам. Бәрін құдықтан шығарса, жақсы әңгіме айта білу, біздің қазір көп әнші, ойлайды, мысалы Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Бесбаев ағаларымыз әнші, олар әнші болып жетіп жүрген жоқ бұл дәрежеге. Құр әнші болып ешқайда жете алмайсың. Ол әнші деген жалпы ол абырой көретін нәрсе емес, өзің ашығы. Әнші деген ол ел үшін жүрген, елдің мұңын айтып бүйтіп жүрген адам, ол құр әнші болып бұндай дәреже жетпейді. Ол Сәкен ағаларымыз, Мейрамбек ағаларымыз ол өзінің әншілігінен бөлек рухани байлығымен, әңгіме айта алғанымен өсіп жатыр. Біздің көп жастар әңгіме айта алмайды, сөйлей алмайды. Ол сөйлей білу керек. Ол өйткені сен жаңа былайша айтқанда фанат дейді ғой. Фанаттарыңның әрқайсысын сен тәрбиелеп жүрсің. Сен ол жерде өзің лағып басқа нәрсе айтып отырсың, ертең сен артын ілесіп отқандар да басқа нәрсе айтып отырады. Сондықтан мен жаңа өзімнің де тыңдармандарыма риза боламын. Қарапайым сөз жазбайды маған тыңдармандарым. Бәрі әйтеуір шамасы келгенше, маған ұнағысы келе ме, әйтеуір өзін көрсеткісі келіп, шамасы келгенше күшті сөздер жазуға тырысады. Сол сияқты ең бірінші айтатын сөзіміз дұрыс болса, өзіміз дұрыс боламыз. Осы нәрсені айтқым келеді. Әңгімеңіздің ішінде таксистер туралы айтып қалдыңыз. Оларда қандай қиыншылық көріп жатсыз? Несі ұнамайды олар? Мен машина алам десем, көлік алам десем, бір айда көлік алатын шамам бар. Шынымды айтайын, мен көлік айдай алмаймын. Және айдайма, негіз айдауға болады, адам істейді, қызығушылық жоқ та. Маған таксисттермен жүрген қызық. Әр адамның өзінің ойы, пікірі болады. Көпке топырақ шашуға болмайды. Бар, бірақ әрбір адам өзінің миының жемісін жейді деген айтқым келеді. Таксистердің көбісі жоғары жақта кінәлап жатады да, өзінің таксист болғанына. Әркім өзінің миының жемісін жейді. Сен ақылың қай жерге жетеді, сен абыройың да, табысың да сол жерге жетеді. Сондықтан да ол жаңа Мейрамбек, Сәкен ағаларымыз сол ақылымен, көрегенділігімен, тәрбиесімен осындай елдің алдында жүрген азаматтарды. Ол әйтсе Сәкен аға сияқты, Мейрамбек аға сияқты ән айтатын адам қазақта. Қайратыңнан да күш айтатын әншілер бар. Сол қайраттық енді оңды бақ. Сондықтан да әркімнің таксистер айтып отқан себебім өзімізден жақсы адам жалпы кінәні өзінен іздеген дұрыс қой. Анағанша олардың таксистердің көбісінің ойын тыңдасаң, соларға апарып беру керек сияқты, мә үй саған, мә машинаға бензинде құйып беру керек сияқты олардың әңгімесіне қарасаң. Анда ойлайды едім, біздің Қазақстанда Менделеевтің элементтерінің бәрі табылған, мұнай бар дегенге бәріміз бүйтіп өмір сүріп жоқ, оның әрқайсының есебі.
Ол патшадан емес, Алладан келетін нәрсе ғой. Осы айтқым келеді. Өміріңізде осы уақытқа дейін өтірік айтқан сәттеріңіз көп болды ма? Үйленгелі бастап өтірік айту көп болды. Енді өтірік айтатын өзінің рұқсат жерлері бар. Жалпы мұсылман адам өтірік айтпайды ғой, бірақ рұқсат қойылған жерлері бар. Кейде анама, әйеліме өтірік айтуға тура келеді. Өйткені әйел адам ғой, еркектің дүниесін түсіне алмайды олар. Оларға өтірік айтамын дағаны, әкеме келіп, негізі мынандай деп айтамын, әкем өзі түсініп алады да. Бәрі ер азаматтың жолы әрқашанда жоғары тұрады ғой, негізі соны әйелдерге, қыз балдарға түсіндіргім келеді да. Никак өзін еркектен жоғары санаған күні ол құриды ол әйел. Осы. Бүгінгі сұхбаттың басында келісімімізді бұзбай, барлық нәрсені шынайы айттыңыз ба? Өтірік ешқандай өтірік болған жоқ. Жоқ, өтірік ешқандай өтірік болған жоқ. Бәрі шынайы болды. Ендеше шынайы сұхбатыңызға көп рахмет. Қонақ болып, уақытыңызды қиып келгеніңізге де көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған белгілі ақын, жас ақын Бағдәулет Арыстан және мен Нұрбол Шыныбай, Абылай Төлепбердіге жолыққанша.